Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге жанға шипа арнасы. Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттың пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманмен кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз біз үшін өте маңызды болып табылады. Қанның қоюлануына сапасыз су, ағзаның қышқылдануы, электромагниттік сәуле, қанның қатерлі ісігі, улану, қозғалыстың аздығы, жиі стресстік жағдайлар және авитаминоз жатады. Сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адамды сапасыз суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасаушылық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымда болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, қанның қоюлануымен бірге қышқылдану орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Ауру сүйек кемігіне тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалар мен ақ қан жасушалардың көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және пестицидтермен улау, күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерді жиналуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Авитаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығына себеп болады. Қанның қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы, қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда артмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта болады. Аяқ-қолдардың шаншуы. Әдетте, шаншу аяқ-қолдарының ұю сезіммен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы дамбағанынан болады. Осы кезде терінің көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшері жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімінің туындауы. Жаны жай таппай, үнемі алаңдап отырады. Бұл жүректің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалғандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауыру. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және емделу жолдары. Қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шағымына қарай қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістері тағайындай алады. Олардың ішінде биохимиялық қан сараптамасы, магнитті резонансты томография, компьютерлік томография, эхокардиография болады. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Қанды сұйылтатын өнімдер. Дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдар мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындарды ықпал етеді. Оның орнына майлы балық және зығыр майы, балғын көкөністер мен жеміс-жидектерді үзбей жеңіз. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Қанды 3 әдіспен тазарту арқылы мына аурулардан айығасыз.
бар жоғы 3-ақ әдіс жалпы денсаулығыңызды жақсартады, теріңізді тегістейді, қуатыңызды арттырады. Қанды тазалау арқылы ревматизм, яғни буын мен бұлшықеттердің шаншып сырқырап ауруы, артрит, буынның қабынуы және анемия, қаназдық, осы аурулардан құтыласыз. Денсаулық саласының мамандары қанды тазартып тұруға кеңес береді. Оның денсаулыққа пайдасы ұшан теңіз екені алға тартады. Өйткені көптеген аурулардың пайда болуына қанның тікелей ықпалы бар. Біз қанды тазарту арқылы ағзадағы улы заттардан белгісіз аурулардан қоздырғыш ошақтарынан арыламыз. Нәтижесінде қанның қоюлануы болмайды. Ішкі ағзалардың жұмыс істеуі жақсарады. Ұйқысы түзеледі. Ойлау, есте сақтау қабілеттері артады. Иммундық жүйе нығаяды. Аллергиялық аурулар азаяды. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз біз үшін өте маңызды болып табылады. Бірінші әдіс. Термосқа бір ас қасық балғын қалақай жапырағын, 2-3 дана қарақат жапырағын, 2 дана таңқурай жапырағын, 1 дана грек жаңғағының жапырағын саласыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 20-25 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде қабылдайсыз. Егер татымы ұнамаса, бал немесе лимон қосуға болады. Емделу тәртібі 100-150 мл-ден күніне 2-3 рет ішесіз. Емделу ұзақтығы 2-3 апта. Екінші әдіс. 200 грамм қалақай жапырағын жақсылап жуып, эмаль ыдысқа саласыз. Үстіне 500 мл қайнаған су құйып, қақпағын жауып қойыңыз. 1-2 сағаттай тұнған сусынды сүзіп алып, 500 грамм қант араластырасыз. Ыдысты отқа құйыңыз. Қант ерігенше баяу отта қыздырасыз. Бір қайнап шыққан соң, дайын болған тұнбаны шыны ыдысқа құйып, қақпағын мықтап жабыңыз. Бұл тұнба қанды тазалаумен қатар жөтелді, баспаны, суықты емдеп, иммунитетті көтереді. Үшінші әдіс. 200 грамм балғын қалақай жапырағын тазалап жуып, ыдысқа саласыз. Үстіне 1 стакан қайнаған су құйып, отқа қойыңыз. 2 минуттай қайнаған соң оттан алып, қақпағын жауып қоясыз. Салқындаған соң емдік сусынды сүзіп алып, шыны банкіге құйыңыз. Үстіне ұсақтап туралған 3 дана лимон мен 1 стакан балды қосып, мұқият араластырыңыз. Дайын болған тұнбаны 1 ас қасықтан күніге 2 рет ішесіз. Егер үзбей қабылдап, қалақай жапырағынан дайындалған 3 тұнбада астмадан, аллергиядан зардап шегетіндерге таптырмайтын емдік сусын екенін біле жүріңіз. Сонымен қатар тыныс жолдары мен несеп жолдарындағы кез келген ауруды да емдеуге қабілетті. Одан бөлек шаштың түсуін тоқтататын, қанды тазартып, жаңалайтын әрі ағзаны улы заттан, шлактан артылтатын да қасиеті бар. Видеоны бізбен бірге тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Және де майдың аяғына дейін 10 000 оқырманға жетуде көмектеріңіз тиеді деп ойлаймын. Видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламаттау болайық. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Жаныңызға шипа болсын.